Ассалаумағалейкум қазақ елі, Мадавто каналына қош келдіңіздер. Және де сіздермен бірге мен Мадияр Пернебай. Құрметті көрермендер, бүгін біздің видеомыз жалпы осы арқамда тұрған Веста менің акула автокөлігіммен болмақ. Бүгін бізде кезекті тюнинг бөлімі. Қазір видеосы толықтай түсіндіріп кетемін. Алдымен видеомызды бастап алайық. Кеттік ал. Так, достар, бүгінгі видеомыз ходовка жайлы демекші. Яғни көріп тұрғандарыңыздай машинаның подвескасы, иә. Қазір бүйтіп қарасаңыздар, отырыңыздаршы. Қазір қарасаңыздар, машина заводской подвескада тұр. Яғни машина қалай келді, дәл сол пружинамен, дәл сол амортизатор. Бірде-бір грамм тиіскен емеспін, ауыстырған емеспін. Яғни бүгінгі біздің видеода біз подвеска деп жатқанымыз машинаны кішкене сәл жатқызу керек болып отыр. Өйткені біз әлі жаспыз. Бізге бүйтіп биік қылып жүрген жараспайтын сияқты да. Тем более мен мынау 17-лік өзінің заводской дискісіне сәл әдемі көрінсін деп андай жұқа резинка салғам, көріп тұрғандарыңыздай. Профилі 35-40-лық. Енді соған саған екен, шеттерінде бос аркалар өте көп болып қалыпты, и ол кішкене сәл битті құрт тұрған сияқты. Сол себепті достар, бұны жатқызғым келіп отыр. Арнайы осы машинаны жатқызу үшін біз енді андай пружина кесіп, немесе оны қыздырып отырғызбаймыз. Ол негізі өте қате нәрсе. Ондай жағдайда машина комфорты жоғалады. Вообще жоғалады. Ал машина жатқызам дейтін болсаңыздар, негізі арнайы осы көліктерге арналған минус 30, минус 50, 70, 90 деген сияқты дайын жатқызылған пружиналар болады. Бүгін біз солардың бірі минус 50-лік пружинаны заказ берген болатынбыз. Олай болса мінекей до нұсқасын жақсылап көріп тамашалап алыңыздар. Бүгін жалпы осы подвеска жайлы болмақ. Сондай-ақ по пути тағы да біз колодка-молоткадан деген сияқты тормозный диск бар айтпақшы бізде. Тормозный дисктің өте усиленный, спортивный, жаңағыдай тормоз берген кезде жапсырып қоятын тесігі бар тормозный диск алдырған болатынбыз. Олай достар, айта берсек негізі әңгіме өте көп. Қазір енді видео барысында барыңыздарға көрсетіп түсіндіретін боламын. Алдыменен қазір до нұсқасын жақсылап бір тамашалап алыңыздар. Қазір СТО-ға барамыз, запчастармен таныстырамыз и видео барысында өздеріңіз көріп түсінетін боласыздар. Ал осы баршаға приятного просмотра. Так, достар, ауыстырған запчастарға келетін болсақ, бізде мына жерде қараңыздаршы, 4 баллон шешіп қойды, пружиналарын же. Мына жерде бізде отбойник жыртылыпты. Сөйтіп негізі бұл отбойник бекітілмеген жыртылмайды ғой. Стойкин кеткенде жыртылады. Болмаса пружинаның отырғанда жыртылады же. Енді бүйтіп қарайтын болсақ, бізде стойкин нормально ағызбаған. Потому что достар көктемде мартта ма, апрельде ма салдым ше. Состояние нормально. Просто анау стойкиндар уже пружиналар шаршаған ба, бірдеңесі болып тұр. Содан кейін енді ол стойкаға кеспейміз. Только достар мінекей өзінің мынандай пружиналарын саламыз. Бұл оранжевый цвет деп жатқанымыз. Біз айтып тұрған минус 50 деген сөз достар. Сосын сондай-ақ мінекей менің салғым келіп жатқан перфорованный дей ма? Осы мындай тесігі бар. Мынандай тормозной диск. Новый міне заказбен алдырдық Шымкент қаласына. Бұл енді анаған қарағанда гаражда жақсы тоқтата алады да. Сосын, конечно, әрине новый диск салатқаннан кейін мына жақта біз новый хайкю колодка. Негізі мен анау Мавико деген бар ғой. Соңын салғым келген, іздедім, таппадым что-то. Бірақ заказ беріп қойдық, ертең 10 күннен кейін келеді деді. Кейін ауыстыра саламыз. Бүгінше пока новый дискке новый тормозный колодканы хайкюді сала береміз енді. Сосын мінекей отбойниктарды алып келдік. Арқасына екі новый отбойник. Алды нормально бізде, алды жыртылмаған. Все, олай болса запчастар сіздерге түсініктерге қойдамыз. Мына жерде бізде мынандай внутренний граната бар. Оны для себя ауыстырып жатырмын, өйткені сақтап деген дауыстан шығып жатыр да, орнынан қозғалғанда, тоқтағанда ше. Для себя ауыстырып жүріп жатырмыз. Мына жақта майын ағызып қойдық. И негізі достар осы Весталарда бар, кросстарда ма, қателеспесем, или Веста екілерде ма, арқасы да негізі тормозный диск болып келетіндер бар екен ше. Бізде почему-то барабанда именно тормозный диск бар Весталарды көріп ой кетті. Почему-то алдағы уақытта мен осы арқасынан да тормозный дискке айналдырсам қалай болады деген сияқты ше. Барабан емес. Өте тормозный диск болады да. Ол кезде егер тормозный дискке ауыстыратын болсам, дәл осына заказ беріп салдыратын боламыз. Дәл осыны сонда төртеуде осына диск болады да. Вот сол кезде тұқымыз жақсы тоқтатады. Негізі біреулер айтады, бірақ барабанмен жүре берсе, барабан жақсы ғой деген сияқты ше. Бұның жақсы шығар, бірақ тоқтата алмайды да. Бұның қандай плюсы бар? Бұл суда ұшып кеп кешкен кезде жаңағыдай диск майысып кету, колодка андай қызып кету, андай мындай тема болмайды да бұларда ше. Сол үшін барабан сол жағынан ғана ұтымды. А так негізі диск деген білесіздер ғой, алдыңғы диск. Жаздың күндері
қызып келіп тұрып суды кешсең майысады да сонымен дірілдеп жүресіңдер. Ал бараманда ондай проблема болмайды негізі. Алтай достар, запчастарын бәрін шешіп қойдық. Бүгінгі серия, бір алдыңғыда миллиондап кетпесе де, жалпы енді подвеска жайлы болған кейін сіздерге осы бір видео болсын түсіріп салыватырмын. Енді біреулер қазір брат қысқалып қалдырып, брат біраз нәрсе істейсіз деп ше. Негізі бұл туралы теманы бұрыннан тақырып кетіп отырмын достар. Егер де мен бір видеоға көп нәрсе істеп тұрып салатын болсам, онда видео ұзақ кетіп қалып отырмыз да. Лучше осыны аз-аздан болса да, хотя бы жиі видео салып тұрғанымыз дұрысырақ па деген бір ойға келдік енді. Сол себептен жаңадан келген оқырмандар сөкпейміз, хейт етпейміз. Бүгін өзі видео подвеска машина жатқызу жайлы ма, сол туралы видеоны сіздерге түсіріп жатырмыз. Негізі мен бұрындары өзімнің приорамада подвеска жасаған кезде мен сразу минус 50-лік пружинамен стойкасын бірге салған болатынмын. Енді Весталарға білмеймін, алдында біз Астанада Веста көп ойналған кезде былай қарағам, вроде сәл жесткий болып қалады екен минус 50-лік стойкалар. Сол себептен өзінің заводской стойкасына просто минус 50-лік заниженный пружина жасасаң сәл более-менее нормально болады деген отзывтарды естіп, мен бүгін солай істеп көрейін деп жатырмын. Егер де жұмсақ бәрі ойдағыдай жақсы болса, осылай қалдырамыз. Егер де разница болмайды, или болмаса андай кейбір ситуациялар болды ғой, пружиналарын біреуді кесіп тастап, болмаса заниженный пружинаны заводской стойкаға салса, жаңағыдай заводской стойканы ағыз жібере беретіндер болады, майы шығып кете беретіндер ше. Егер де сондай проблема менде туындайтын болса, онда болашақта әрине минус 50-лік пружинаға минус 50-лік стойкаларға ауыстыратын боламыз. Енді жалпы айта берсек негізі әңгіме көп достар, олай болса қазір сонымен примерно өздеріңіз түсінетін боласыздар. Так енді достар, біз енді жерде қазір заниженный пружина салып жатқан екен, по-любому қазір бізде стойкамыз отырады, демек отбойниктер қақалып қалады да. Негізі стойканың ашылып тұрған расстояниясы отбойникқа дейін бір хотя бы 10 сантиметрдей ашық жер болу керек. Сол үшін қазір біз өзінің заводской отбойниктен ойдан әкелген отбойникті қырқып, кесіп, кішкене пространство, ашық пространство қалдырып, сосын бар орнататын боламыз. Сол кезде қазір заниженный пружина салғаннан кейін, машина отырғаннан кейін, сонда да бізде мынанша бір ашық жер болады да, стойка бүйтіп кіріп шығуға бос кеңістік болады. Сол кезде одан кейін уже отбойникті ұрып, жыртып, болмаса там машина жестко болып қалмайды достар. Сол себептен алдағы уақытта Веста, болмаса осы Ларгус сияқты көліктерді өйстіп заниженный ететін болсаңыздар, осы нәрсені көріп жүріңіздер. Так, достар, олай болса мінекей біз қазір қалаға шықтық, сразу айдап тексеріп көріп қаншалықты жесткий, не жесткий деген сияқты. Енді примерно менің сілкінгеніне қарап түсінерсіңіздер болады. Анау айтқанда шошитындай ойбай дейтін жесткий емес, бірақ по-любому завод сияқты комфорт болмайды да. Но бірақ пружина андай бір ағаш болып қойған жоқ. Зор. Сразу мынадан назарат алып кетейік. Светофорға қарамай ше, былайнан ше. Енді заниженный болғаннан кейін бұрындар негізі парковка тоқтаған кезде бордюрға тақап қоятынбыз ғой. Бампердің бордюрдің үстіне шығып тұрады деп ше. Енді қазір заниженный болған ондай нәрсе болмайды. Бордюрға жеткізбей тоқтау керек. Әйтпесе кейбір жерде бордюр биік, кейбір жерде төмен. Расчет ұстап жүргеннен гөрі лучше бордюрға жеткізіп тоқтайтын болу. Так, жүрісі в принципе нормально. Жақсы. Андай мен ойлайтындай андай бір болады ғой, неге читанашкілерді әсіресе сәл заниженный етсең андай ағаш болып қалады ғой ше, сілкіліп бетіп кетесің ғой ше. Ходовкасы жоқ сияқты ше. Бұнда ондай емес. Бір қалыпты, плавно келіп жатыр. Негізі, мен айттым ғой, видеоның басында айттым. Негізі достар, егер де машиналарыңыз заниженный ететін дейтін болсаңыздар, дәл осындай өзі минус 50, минус 70-ке арналған осындай пружиналды салған дұрыс. Кеспеңіздер, қыздырып отырғызбаңыздар. Ол бермейді, комфорт болмайды ол. Возможно, анау читамнаш менің кезінде приора болды, приорамен бірінші баста алған кезде оларды енді бастан аяғына дейін кругы бірдей ғой, диаметрлері. Оны кесуге болады, возможно, бірақ көп емес та. Бірақ анау алдыңғы стойкаларды кесетіндер, қыздырып отырғызатындар вообще дұрыс емес соқтар негізі. Ода комфорт болмайды. Машина кәдімгі жесткий болып қалады. Вот мынау кайф міне. Смело. Жоқ жұмсақ, рахат, сыртқы видюхасының өзі де бөлек деп ойлаймын. Еще бізде торымыз бар ғой достар. Торымыз бар. Біз спортивный жақсы ұстайтын торымызды алған болатынбыз. Нормально. Ну, бірақ сәл қатты емес, что-то қашқысы келіп сияқты. Машинаны занижать еттің, енді андай
ямалардан, волналардан жай өтесің, болмаса қашып жүретін боласың ғой енді примерно. Баяғыда приорымен сөйтіп жүретін едік. Ана ортаға бална тастамайсың, онда ше жолдан да болады ғой, білесіздер ғой, үлкен КамАЗдар басып тұрған кезде, езіп тұрған кезде бүйтіп бална көтеріп кетеді ғой. Сондай балналарды машинаның ортасына тастамау керек. Асты бір бәлеге іліп алсаң, әсіресе гулшак деген нәрсе, жыртып жібереді, гулшак ырылдап қалады одан кейін. Енді машинаны чем ниже түсіресің, чем больше осторожно жүресің, онда ше байқап жан-жағына былай. Олай болса бүгінгі жұмыс осындай. Енді сыртқы видін тағы да түсіп көрсетейінші сендерге. Ой, соска ғой. Мына сырттан вид қараңдаршы. Вай. Бөлек теме. Өкінбеймін. Вот міне вид енді кірді да. Қараңдаршы. Мош қой. Наған үйше ойлаңдаршы. Ішіне салонға адам толтырып отырған. Болажын алдына екеуің, артына 3 адам толтырсаң. Мына вообще жататын сияқты анау. Қалай мош па? Вот енді жастарский машина болды, я. Ойныңдаршы конкретно кездесіңдер ғой, я. Міне. Әдемі. В общем, результат өзіме өте қатты ұнады. Әсіресе достар, бізде алдыңа тормозный диск қараңыздаршы. Қалай четко көрінеді. Негізінен краскілеп қойса деп айтты жаңа эстуда жігіттерші. Қойшы қызық емес ондай деген. Қызыл бір лишний цвет деген тұрған жоқ. Чисто бәрі серый черный да қараңыздаршы. Серый черный, әдемі, четко, мощно. Міне. Енді болашақта дәл осындай тормозный дискті арқасына барабанның орнына салып алсақ, сонымен вообще четко болатын сияқты енді. Қалай? Әдемі. Қарап көзім қоймайды ғой. Мына капотты достар, қараңыздаршы. Енді байқағандар бар шығар, менде сай бір ағарып тұршы. Білмеймін, біреу айтады, краскілеу керек дейді, біреу айтады, может просто лагы ғана ағарып кетеді дейді, полировка кетеді дейді. Не ойлайсыздар? Осыдан өткен жігіттер болса, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздерші. Не істейміз бізден? Полировкамен кете ма, кетпей ма? Ал достар, оласам неге бүгін біздің видеомыз өз мәресіне жетті. Енді сіздерге до нұсқасын көрдіңіздер, и одан кейін мінекей почта нұсқасын бір тамашалап алыңыздар. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің видеомыз осындай. Егер де сіздерге ұнаған болса, лүпіл аямай басыңыздар, ардынарға жазыңыздар, и комментарияға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді қазір біз дәл осы занижениемен қалада жүріп көрейік, қалада жалпы жүрген кезде қалай көрінеді, қаншалықты сән вид береді, оны қазір соңында көретін боласыздар. Ендеше мен сіздермен қоштаспаймын, жаңа келесі кездескенше аман сау болыңыздар.